Басқа детдомдардан, жетім балалар үйінен, басқа үйлерден айырмашылығы 5 уақыт намазы. Мына просто санэпидстанцияға жазып қойған ғой. Шатақ. Шатақ. Ай, тоқта, бізде жас болғанбыз, бізде мас болғанбыз. Ол итпен ит болып, онымен ұрысып, жырғысып не керек? Халықтан жігер келмейді. Халықта сөз келеді. Жетім балаларды біз жауып жатырмыз, детдомдарды жауып жатырмыз дейді. Жетімдерді қайда апармасыздар онда? Ол енді ол бір керемет болғанда. Мен тегінде Мәдина қызым, мен баладарды жек көрген әйел болғам. Неге жылады? 15 баланы бағатында мен күшім жоқ па? Бағам мен не болыпты? Біз иман жоғалтып алдық. Соны ақша жиналғанда туыстар іздейді. Ауызда темекі, десең, деп шығады. Бала ойыншық па? Мына жақта виноград қой, а? Мынау бәрі виноград бұрыннан келе жатқан. Бұл виноград желінбейді, көрдің бана виноград соғып тұр. Жемейді балалар, дұрысы виноградты көп әкелеміз. Кім қарайды бәрін ол? Өзіміз қараймыз. Қолдан келу керек қой. Өзіміз қараймыз. Балаларды үйретесіз. Балалар қарайды, өзіміз қараймыз, суын суарамыз, астын түптейміз. Оның кейін бұл алынбайды, біз көнбейміз де бұл. Бұны біз тек қана осы бұны бараң дейді, бұның аты бараң. Ненің астын виноград, сондай гүлдердің астын бараң дейді. Бұл енді сондай керемет өсі. Көрдіңіз бе, міне былтыр қалмалардың бәрі қалған, виноградтың бәрі қалған. Теріп алған жоқсыз ба? Жемейді. Жемейді? Көп. Бізді шақырыңыз балалар. Келдір, көп. Мен баяғыда үйді алған кезде бірінші жыл 2006-да үйді алдық. Бірінші навес о кездерде той көп жүретін, бірінші үйінде тойлайтынбыз, халық көп келетін. Қазір енді бір строй материалдың орны болып қалып отыр. О да жақсы. Әмен апай, осыдан 15-16 жыл бұрын ба, мүмкін сіздің есіңізде бар ма, жоқ па? Бірақ менің есімде өте жақсы бар. Мен сізді бір бағдарламаға түсірген едім. Ол кезде... О жерде ма, жоқ? Жоқ, о жерде емес. Ол кезде сіздің перзент балалар үйінің жағдай өте мүшкіл болатын. Сіз жер төледе тұрып жатқан сол кезде, подвалда, төбеден су сорғалап, далада тамақ пісірдіңіз, көршілер бәрі наразылық білдіріп, есіңізде бар ма? Бар. Бізге лағман жасап бердіңіз, соған қарамастан. Бірақ бүгін сол 15 жылдан кейін қарасам, жағдай, Құдайға шүкір, бәрі жақсарып келе жатыр. Жақсарды, жаңа қоныстарыңыз құтты болсын. Қандай мультфильм қарап жатырсыңдар? Ислам? Қандай? Фексеги. Ұнай ма осы мультфильм? Сен жасың қаншада, Ислам? 6-да. 6-да, сен жасың қаншада? 5-те. 5-те? Люқа. Сенің атын Рамазан ғой дейм, Мұстафа ма? Күл. Ибрагим. Да. Ибрагим, Ислам и... Алина? 6-да. Кім? Жасың қаншада? Қайда спылдап кел? 6-дасың ба? Сен атың кім? Ильяр. Ильяр? Сен Әмин апаның қойында жатады дейді ғой, Қайда жатасың? Диванда. Кіммен? Мамамен. Мама, Әмин апай, мама. Бабасы. Кешіріңіз, мама. Мамасымен жатады, мамасымен. Ал мамаңы туралы айтпеш, қолыңды бүйтіп тұрып. Аспандағы айым, қазандағы маймай, анне бабамыз танып отчай. Машалла. Ал. Дегенім бисмилла, нисқыма білімді мұқат, бекпенім. Аллаху акбар. Сен білмейсің ба? Әл білмейсің, ал. Әл, жаттай келесі де. Ақбазатып келемін науқасын, ата-анамды көруге бодымасын. Ата-анамды көруге бодымасын. Менің деректім парып, самауызға соқарып, туып өскендерімен жеткізменің тұпарым. Машалла, молодец. Ал, сен айт бері. Кел оғы, үтчат. Кел оғы. Қуату
Ayt. Canım. Lazım. Kuvat olsun dastanım. Aliyal. Allah. Maşallah. Kuvat olsun dastanım. Aliyal. Aliyal. Oy malades. Bol dedi aytabilirsin. Biz ayda yetip kaldık bak. Al. Ayt o. Katrak. Sağımızın samımınday samsağın eki bulur suyunda umudup eli dönge İslam oydu. samındayım. Maşallah. Al İslam. Dostap dur. Erkek siyahta. Şöyle koncukun su ağzını kara gryazdı. Oy. Yiyecektik al. Bunlar bağırlarga kara al. Sütten zaman çataş dört adam çağır çaplayın cügün çıldan alındı. Acıgın alvarımdıktan tam babayın dava koptu bütün saçında. Allah. Bütün bir narseni alma. Ya özlerini al. Амина апай, енді осындай тақпақтарға, өлеңдерге кім үйретеді мына балалар? Сіздің уақытыңыз жоқ. Ой, менің уақыт уақытым табасыз ба? жоқ. Ана медсестра апай бар. Ол кісі бұрын үкіметтің детдомында не істегенде садикта. Сол кісі үйретеді. Енді сонша баланы үйретуге оны уақыт керек қой. Жоқ, Керек уақыт жүйелі түрде күнделікті ма? Ондай жоқ. Санжар, енді сен осы үйдің басы қасында жүрсің. Амина апайға көмекші болып жүрсің. Қанша жыл болды? Көмекші болып жүргеніңе, қызметте жүргеніңе. Қызметтен 2015-тен. 2015-тен, иә. Енді қазір мына сонша бала асырап отырып, сонша балаға қамқор жасап, әрине ең бірінші мәселе ол құжат мәселесі. Сол қалай шешіледі? Өйткені бізде документацияға келген кезде қағаз бастырық мәселесі деген оңай емес. Арнайы органдар сендерге қол ұшын бере ме, көмек бере ме, жоқ әлде өздерің жүгіресіңдер ме? Иә, әрине, енді ол мәселеден балалар жағдайға қарай, балалардың кейбірлер келетіндер әкесі бар болса да мамасы қайтыс болғандар бар. Мамасы бар болса әкешелері бір жерде отырған шығар. Бірақ кейбірлер мүлдем әкешесі жоқ. Олардыкін енді міндетті түрінде жасаймыз құжаттарын. Апа қамқор алуына құжаттар жинаймыз. Кейбірлер түсінетін кісілер бар, түсінбейтін нелер бар. Қол жайтын кісілерді де бар, қол жаймайтын кісілерді бар. Ондай да кездесе ма? Иә, ондай да кездеседі. Сонда балалардың қанша пайызы мысалы құжаттар дұрыс емес болып келеді? Дұрыс болып келмейді деп, көбісі 90% деп айтуға да болады. Құжаттарын қайттан жасайсыңдар? Иә, құжаттарын қайттан өңдейсіңдер. Ең біріншісі де туу туралы куәлігі де жоқ болып келеді. Сондайлар да бар. Иә. Мысалы құжаттарды ауыстырған кезде аттары, тектері бәрі қала ма, жоқ әлде ауыстыра ма? Аттардың тектері қалай болады, солай қойдырамыз. Оны біз өзгерте алмаймыз негізі. Бұлар да келген кезде мен әкелмеймін ба? Сон алмайым деді. Мен 5 салып жатырмын, алмайым. Жұмыс көп, балаларды азайтып жатырмын, наоборот, мешіт біткенше. Деп сөйтсем, мынау айтады. Апай, әже, бізді алмайсыз ба дейді. Сөйтпе, мынау орыс қой. Десем, орыс дейді. Қазақты үшін алам, қазақты. Осы орыстардың баладары қазақша сөйлеген үшін алам. Келеді осы Қай қаладан алып келді сонда сізге? Осы Алматыда біреулер 6 ай баққан екен. 6 ай бағалмай кеп тастаған екен милицияға. Тегінде бұлар естумше Талдықорғанның детский домында болған екен. Бұлар подкидыштер кішкентай кезден. Бәрі үшеуін сонда қалдырып кеткен. Туған тастай берген. Сонда сізге Қазақстанның жан-жағынан алып келеді ғой балаларды? Жақтан әкеледі. Мен анандай жеке-меншік балалар үй болғаннан кейін бізде ограничение жоқ е, Санжар. Біз анау қазір Ақтаудан әкеле жатыр 2 баланы. Аласыз ба? Тағы бір жерден келе жатыр е балалар, Санжар. Алам, тек қана менде старайшым жетім болса. Ертең мамасы келіп жерде ішіп тілін чайнап. Ондай жағдайларда бола ма? Болады, иә. Тауып алады ғой сонда балалар? Тауып алады. Биологиялық. Тауып алады. Сонан кейін біз әкелер, шешелер жоқ болғаннан кейін бұларға счет ақша салып қоямыз. Мына детдомға мысалы мен свет, газ төлейтін ақшамды мен осылардың счеттеріне салдырып тастаймын. Детдомға кіргізбеймін ол ақшаны.
үкіметтен шыққан ақшаны кейбіреуіне баяғыда ай қолыңды аузыңа салма балам сен аузыңнен мұсыр ичелек па немене тегінде баяғыда 20 неше жылдың алдында ол копейка бұл 2000 қанша теңге ал қазір кәдімгідей түседі 25 мың 38 мыңға да түседі соны ақша жиналғанда туыстары іздейді там свои нюансы сонда мысалы биологиялық анасы келеді сол балаларын көруге құқы бар ма жоқ әлде сіз жолатпайсыз ба берем көрсетемін көрсетесіз ба берем по исламу-то нельзя по исламу-то мен ондай құқым жоқ бермей көрсетпеуге сонда келеді баласына айтады мен сенің мамасымын деп содан кейін кетіп қалады жоқ болып кетеді алып кетті ғой жақында екеуін алып кетті ғой мамасы бердіңіз она где-то снималась да съемочная болған екі бала бір бала вообще жүре алмай баттасып келген өсіріп жеткізіп біз ешкі ұстаймыз ешкінің сүтін береміз жақсы тамақтандырамыз сонда балалар тез аяғына тұрып кетеді сондағы тастап кеткен жаман шешесі келгендағы баласы қасында тұр ғой бүйтіп қан дейсіз ғой қан это страшно бере саласың жүрегіңді ауыртпай бере саласың неге десең ислам дінінде балалардың құқығын не қылатын тек қана бір алла маған алла тағала шектеу қоятын дейсіз ғой шектеу қоятын мен қоя алмаймын менің баққаным ғана қалады сол үшін мен әлгі қанша бала неше жастан кетті қанша бала қанша жыл тұрды ондай жоқ менде счеті жоқ мына жақта Амина апай бір әдемі бұрыш тұр бір жігіттердің суреттері кім екен бұл бұл менің балам Асқар Қажы Марғұлан Сейсенбетовтер бауырлармен Алел Алел Агра осы балалар кезінде осы үйді сыйлап машинесіне де сыйлап мешіттің бірінші котлованын жасап беріп кеткен осы жігіттер одан кейін бұлар кетіп қалғаннан кейін қосып жатқан үлестері өте зор дейсіз ғой өте зор ең үлкен фундаментті құйған осылар Марғұландар осы Ерлан деген бауырлармен бұлар 4 ағайынды болатын кезінде біреу қайтыс болып кетті авариядан төрт ағайынды келіп осы үйді маған сыйлаған мынау 3 қабатты 3 қабатты осы үй ғана болған одан кейін тағы бір Аслан деген Хиопс дегеннің директоры ол балам келіп мынаны салып берді мынаны мектеп ретінде қазір білім алып жатыр мына жақта балалар жоқ бұл мектеп ретінде біз ұстағанымыз жоқ неге десеңіздер оншалық мектеп ұстайтын біздің неміз болмады жағдайымыз болды жағдай қаражатта болды бәрі болды просто баладар үйде оқыған бала басқа далада оқыған бала басқа болады бұлар даладан тек қана мені қолтығым астында отыра бермей мектепке барып мектепте оқыған жақсы табылады халықпен араласады балалармен де араласады бұлар біреуді әлеуметпен араласады дейсіз ғой жан жағына қарап өмірді біледі өмірді таниды таяқ жейді біреудің жанұясының тіршілігін біледі сол үшін біз бұны 3 жыл көлемінде біз саумалы ретінде ұстадық саумалы ретінде саумалы мына жерде жылқыларымыз болды мына жерде 60 қанша гектар жер болды бір жағынан ауыл шаруашылықты дамыттық дейсіз ғой бәрі болды мал шаруашылық бәрі болды енді мына жерде бар жерде үй түсіп кеткеннен кейін саумалымыз тауда мына осы жерде 21 километр жерде Армандала деген санаторий бар соның үстінде біздің саумалымыз алла нәсіп қылса бір айда жібереміз соны ашамыз алла нәсіп қылса мынау енді бұл тұрып қалды бұны енді бірдеңе істейміз құдай қаласа осы біздің алдымыздағы территориямыз осы мына жақта нелеріміз бар демалатын орнымыз бар бірақ қазір ана сыртындағы мына жақтағы үйлер нелер бұзылғаннан кейін мал қора набайхана бәрі бұзылғаннан кейін материал мына жақта мына қарасам есіктің алдының көлемі енді аз емес үлкен соның бәрін реттейтін тазалайтын қалыпқа келтіретін балалар ғой тәрбиеленіп жатқан өздері істейді әркім өз міндеті бар өз жұмысы бар әлбетте міне гүлдерінің су несі алып жатыр биыл біз көбінде далада болдық та бұл жерге қарай алмадық жаңа қарасам біреу сыпырып жатыр біреу әлбетте қоқыс жинап жатыр қазір міне машина кетіп бара жатыр тауға ана үлкен қыз кетіп барады тамаға кетіп барады рабочийларға и сиырмен ешкі сауып келеді осында тәрбиеленіп жатқан қыз иә ана үлкен қыз оны кім үйретті сиыр сауға мен не істеп жүрмін сіз үйретесіз ба
Мен не Біздің істеймін? қағидаңыз, сіздің қағидаңыз балаларды еңбек арқылы Еңбек, иә. тәрбиелеу керек Иә, дейсіз ғой. иә. Санжар, енді үй шаруа енді аз емес, былай Иә. қарап тұрсаң, иә? Осыны ай сайын тамақтарың бар, коммуналдық қызметтерің бар. Бұған аз қаражат кетпейтін шығар. Иә, Жылу бар, жарығы үлкен бар, отбасы, үлкен тамақтарың үй. бар. Иә, үлкен үй, енді мерзімге қарай ол жазға қарағанда бізде қыста көп кетеді. Өйткені қыста осы үлкен үйдің жылуын не ету керек, ұстау керек. Қамтамасыз ету Иә, кішкентай балалар да бар, сәбилер де бар. Сосын кешке тез қараңғы етеді ғой, басады. Соның светтері де бар. Жазға қарағанда сол қыста кішкене қиналып қаламыз. Соны жоқ дегенде енді айына бізде 500 мың шығып кетеді. Тек қана сол жылуын ұстау үшін. Үйге қызмет жасау үшін. Жоқ, тек қана газға кетеді ол. Тек қана табиғи газға. Иә, табиғи газға кетеді. Газдан басқа енді жарықтарың Иә, бар, жарықтар суларың бар. Иә, су енді өзіміздікі, ең жеңілдігі сол. Су өзіміздікі. Енді свет сол жарықтық төлейміз. Енді сендерге бір жүйелі түрде қаржылай көмек, я болмаса қолдау көрсететін бір кәсіпкерлер, бизнесмендер, я болмаса бір арнайы бір органдар бар шығар. Енді Осы ресми оңай емес қой, соншама баланы тамақтандыру, киімдері бар, Иә. сабақтар бар дегендей. Енді Иә. о жағы қалай? ресми түрінде енді бізде демеушілер жоқ. Бәрі халық, бәрі ақындап нелерді, тамақтарды, продуктыларды әкеліп береді. Кейбірлері қаржы ретінде не береді. Ресми түрінде жоқ, біздің нақтымыз ол, біз осындай Тек кетіп тұрамыз деп. қана халыққа қарап отырған. Халық аман болсын, сол халықтың көмегімен осылай болып отырмыз. Өздерің енді мал, шаруашылық ешқандай өздерің? Бар, неге бар. Қазір оны бәріміз тауға не етіп тастадық, апарып тастадық. Сиырымыз бар. Сиыр болмаса өткені сүттен анау кішкентай нелерге береміз. Сиыр сауатын шығарсыңдар, Иә, өз сүттерің, өз сүттеріміз бар. ірімшік, құрт. Өткенде көрдік, қыздар құрт жасап жатыр. Иә, бар, қыздар өздері бәрі жасайды. Бізде негізі былай персонал деп айтады ғой енді. Қызмет көрсететін адамдар бізде аз. Себебі біз жеке мекемеміз. Оларға да ақша төлейсіңдер ме? Алу үшін, иә, біз төлейміз. Көбінесе өзіміз жасаймыз. Мысалы, мына жақта есін алдын тазалау, мына гүлдерді отырғызу деген нәрселерді балаларға істеткіземіз. Кішкене біздің балалар өскенде пысық болады. Дұрыс. Әмина апа, енді осындай соншама балаларды тәрбиелеп жатырсыз. Өзіңіз күні түні осы балалардың қасында, оның тамақтары бар, киім-кешектері бар. Қазіргі кезде бәріміз куәміз, мысалы, бәрі қымбаттап жатыр күннен күнге. Мына үйді тазалау бар, азық-түліктері бар. Қалай жеткізесіз? Оны Табыс көзі. Қиын емес пе сізге, қалай? Тамақты жеткізуші бір Алла. Мен де бұрын ойлайтынмын, қалай жеткізуге болады, қалай? Қазір сіз сенсеңіз, тауда сиырлар торт жеп жатыр. Печенье жеп жатыр, көпшілігі сонша. Мына осы хабарды пайдаланып бір айтып кететініміз, біздің халықтың сана сезіміне сіңген жетім балалар дегеннен кейін бірінші ойларына не келеді? Ашаршылық, аштық, содан кейін киімінің жоқтығы. Менің қазір скратымды көрсеңіз шошып кетесіз. Ана жерде бір қамас бір цеппен киім бар. Біз мысалға киімді таңдап киеміз. Тамақты таңдап жейміз. Баршылық дейсіз ғой? Баршылық. Әкелме десе, ол кемпірге тек қана ақша керек деп шығады. Мен кемпірге ақша керек болмай, маған шал керек бендігі тегенде, мен базарға барып любой материалын сатып аламын. Дұрыс па? Қалаған светін, қалаған жақсысын сатып аламын. Оны тіккізем, швейный цех бар. Маған не керек отырсқан? Мынада ол қыз бала намазда жүріп, ол ашық, шашық жүрсе, онда не болды? Намаз не болды? Онда біз Құдайға да күлкі болып қалмаймыз ба? Алланың бізді жақсы көргеннен қазір сиырларымыз крокет жеп жатыр. Көптігі соншалық. Ал халық келген кезде мен түсіндіріп айтамын, әй балалар, бұл жеке меншік үй, бұл жерде ұрлық жоқ, склад деген толып тұр. Бізде овощной склад, жеміс
жидектің склаты басқа, фруктының склаты басқа. Қант, қазірдің өзінде бір 50 қап қант бар. Сонда жан-жақтан халық көмек көрсетіп жатыр ма? Халықтан келеді. Ал ендігі қазірдің өзінде де мысалыға, мен 1-2 жыл болды, мына складта бір керемет склад бар, Алтын Ордада. Оны айтып өтіп өту керек. Ол Бен деген склад. Сол Бенге барамда, маған керегімнің бәрін жиып аламда, мәштеге саламда алып келем. Бір 50 теңгеден алам мен келісін. Мен соленье жасап не қылам. Бірақ тегін алмайсыз. Жасап жоқ, тегін емес. Неге тегін бермейді? Енді қайдан білем енді. Оны бір Алла білуші. Мынаны сол Марғұлан баладарымның сыйлаған холодильниктері. Тоңазытқыш қой мынау кәдімгідей. Тоңазытқыш мынау үй кәдімгідей. Салқыны кәдімгідей суық. Мынау үй. Мына жақта азық-түлік сақталады. Мынау былтырғы құрбан айттық еті. Міне былтырғы мына прошлогодний. Мынау тауық. Бұл енді берекеліктің арқасында. Не ворую детей дейді ғой. Если что. Бұл тоңазытқыш кәдімгідей бір бөлме керемет. Это когда үйді сыйлаған кезде, я их попросил, говорю, сделайте большой-большой холодильник. Деп. Мынау продуктовый склад, а мына жақ кухня. Мына жақ кухня. Бұрын асханасы. Мына жер. Тұра тұр. Енді қады кетіп барсайшы. Мына дөтке бірдім дегені. Тұрысың шақты. Мына жер кухня. Мына жақта ас мәзірі балаларға арналған. Амин апай, ас мәзірін кім құрайды? Мына жақта кім жазады? Кім құрастырады? Мына просто санэпидстанцияға жазып қойған ғой. Сегодня захотели лягман, сели и давай лягман кушай. А вот это была, мына жеріміз кухня болған. Мына жақ ашық была улица, это все я сама построила. Атамақты кім әзірлейді сізге? Повар бар, қыздар бар. Енді өздеріңіз тәрбиелеп жатқан қыздар да тамақ жасайтын шығар, иә? Бәрі кірсет, бәрі. Ешкім қалмайды. Мына жақ жаровный, мына жақ. Мына жақ міне. Мына очень горячий цех. Бұл жағы я. Мына жақта енді қуырдақ жасайсыз, сірне. Обязательно. Арнайы пештер бар екен мына жақта. Обязательно. Онсыз болмайды дейсіз ғой. Әлбетте. Балалардың өзінің бір сүйікті тағамдары бар ма? Лағман. Лағман ба бәрінде? Ой. Лағманды бұрынғыда мен көргенде өзіңіз созасыз ба? Солай, өзім созам. Ешқандай өзгеріс жоқ дейсіз ғой? Жоқ. Өзгеріс жоқ балам. Түсінікті. Оу! Аны кішкентай қыздар қамыр илеп жатыр. Құрт салып жатыр ма? Әй, шашыңды қайтайын. Мына жер ислам дініне сабақ алатын комната. Дұрыс па Санжар? Осы ұстаздың көтінің атта бірдеген Амин апай, мына жақта сізге арнайы балаларға сабақ беретін, білім беретін бір нелеріңіз бар шығар, арнайы? Бар. Мына жерде Нұр Мүбарактан ұстаз балаларға ислам дінінен сабақ береді. Сонда күнде сабақ ала ма? Күнде сабақ алады. Таңертең намаздан кейін бір ұйықтайды, намаз ерте ғой. Бір ұйықтап тұрғаннан кейін сағат 8 тамаққа дейін сабақ қарайды. Сабағын қарайды, онан кейін ол жігіт өзінің основной жұмыстан келеді, тағы сабақ береді. А жалпы білімді кім береді? Жалпы білімді беретін жігіт жұмыстан шығып кетті. Қыстай біз немене ұстап отырдық. Қазір демалыс басталды ғой балаларға. балаларға. Бір ұстазды, сол үшін біз оғы бала біз апа кетейік, жұмысым бар деді. Соны жарайды бала, мен күзге дейін. Енді күзде енді жалғастырады ғой. Иә, Құдайым бұйырса, иә. Мынау, это был біздің классымыз. Вот это наш класс. Сыныптардың бірі дейсіз ғой. Иә, осы мына жерде бәрі бірақ отырады. Осы жерде отырып балалар сабақ дәрісті осы жерде алды. Қанша жастан бастап мына жақта сабақ алады? Бәрі. Бәрі? Жасқа қарамайды? Жасқа қарамайды. Қанша класспен отырады, солай отырады. Мынау баладардың намаз оқитын жер. Амин апай, енді қазір Перзент балалар үйінде балалардың 100% ислам бағытымен, исламмен тәрбиеленіп жатыр. 5 уақыт намаз оқиды, қыздар бәрі жаулық киген, ұзын көйлек. Бірақ бұл балалар ер жетеді, қыздар бойы жетеді. Сол кезде үлкен өмірге, мына табалдырықтан аттаған кезде басқа өмір басталады. Басқа қоғам. Сол кезде сол балалар
ислам дінімен, ислам бағытымен кете бере ма, жоқ әлде орамалын шешіп, намаз оқымайтын балалар да бола ма? Жоқ, көбінде Өмірлер қалай жалғасты содан кейін? Әртүрлі болады, әртүрлі бала. Әр бала өзінің тіршілігін өзі бастап кетеді. Мысалға, әлі күнге дейін жабық менде орыс қыздар болды, Аиша деген көп қыздар болды, әлі күнге дейін жабық қыздар. Әлі күнге дейін шешкен жоқ. Өздерінің отбасы бар қазір? Өздерінің отбасылар бар, 2-ден 3-тен 4-тен балалар бар. Ал енді қазіргі көп маған сол сауалды сұрайтыны, неге балалар ислам дінінде тәрбиелейсіз? Неге десеңіз, бір кішкентай 4-5 жасқа толмаған бала бүткіл жамандықты біледі. Әкесінің істеген, ішкенін, шешесінің көшеде жүргенін, енді балаға бір жақсылап тұрып, тәлім тәрбие беріп, мысалы, шешес баласы туралы ойламайды, әкесіге тем более білмейді, әкес баласы қайда екен. Сонда бір тәлім тәрбие беру, менің өзімнің 26 жылдың ішінде түсінгенім тек қана ислам діні. Соншалық ислам діні бұл үйге сіңген. Басында да баладар келіп, неше жылдың алдында балалар келгенде детский домдардан келді, олға қол деген мынандай ауызда темекі, десең, деп шығады. Сол кезде сол балаларға мен айттым, у ислама 2 берега. Олар қазақша да білмейді, қазақ балалар. Біреуі оң жағы ислам болсын, сол жағы дала болсын. Қайсын аласыңдар? Оң жақ ислам дініне кіріп, мен намазға тұрып, сүннет дегенде 14-15 жастағы балалар. Сүннетке жатсаңдар, мен қаласыңдар, шикарны будущее вам вообще. А мына жаққа кеткендер кет, бірақ көптері кеткендер жаман жолға түсіп кетті. Бір 5 ай менде тұрды, чыдамады, менің намазыма да чыдамады, менің тіршілігіме де чыдамады. Ал қалғандарының қазір 2-ден 3-тен балалар бар. Сонда сіздің шартыңыз сондай ғой? Шартым сондай. Үйтіп бақпасаң оларды басқала, циркке апарып, театрға апарып, біз театрға да барамыз, циркке да барамыз. Біз еш нәрседен қалмаймыз. Біз ислам діні екен деп жабылып отырмаймыз. Жаздай қапшағайларға кетіп қаламыз. Өзіміздің баратын жерлеріміз бар. Керемет барамыз, бір күні бізбен барсаңыздар болады. Керемет, 2 қойдан шашлық жасап аламыз, таң атпай намаздан кейін шығып кетеміз, кеште түнде бірақ келеміз. Балалар жан жақты дамып жатыр дейсіз ғой мына жақта? Дамып жатыр. Компьютерде де бар, бар жағынан да бар, биде де бар, өлеңде де бар. Бұлар бар жағында тек қана 5 уақыт намаз. Басқа детдомдардан, жетім балалар үйінен, басқа үйлерден айырмашылығы 5 уақыт намазы, басындағы жаулығы, тақиялары тәртіпті болу. Ислам бірінші тәртіп әкеледі. Перзент үйіне қанша болды? Биыл Алла нәсіп қылса, былтыр 25 жылдығын тойлаймыз деп еді, коронавирус болып қап, мешіттерімізде тоқтап қалды, жұмыстар, рабочыларымыз кетіп қалды. 25 жылдықты да тойлай алмай қалдық. Биыл Алла нәсіп қылса, 31 декабрь күні тура 26 жыл болады. Осы 26 жыл бұрын осындай керемет перзент балалар үйін ашуға сізге не түрткі болды? Ол енді ол бір керемет болғанда, мен тегінде Мәдиная қызым, мен баладарды жек көрген әйел болғам. Солай ма? Біз өтті ерте қалдық мамада. Мен 16 жасымда қалдым. Мен 3 қызбен қалдым. Сонда өзіңіз жетім болып өстіңіз ғой? Жетім, мен мамасы өстім ғой. Мен 4 өгей шеше көрген кісімін. 4 өгей шеше? 4 өгей шеше. Әкеміз сонда қазір ойласақ, жас қалған екен ғой, 46 жас деген не? 46 жасында. Маманың 1 жыл өткеннен кейін бір әйелді әкелді. О кісі тоқпақтады бізді, ары өтіп тоқпақтайды, бері өтіп тоқпақтайды. О кісі іше бастағаннан кейін әкем шығарып тастайды, тағы біреуін әкеледі. Сөйтіп біз сондай бір 4 өгей шеше көрдік. Соның ішінде бір ғана өгей шешем жақсы болды. Ол кісі бір үлкен қызметті істеді. Арада өзі ішіп кетті. Ішіп кетіп, кішкентай қызын тастап кетті. Әлі қызы ас уақытқа дейін менің сіңілім болып есептеледі, 4-ші сіңілім болып есептеледі. Араласады осы уақытқа дейін келіп тұрады. Сонда сол 4 өгей шешенің арасында бір сізге ақыл айтқан, бір өз жол сілтеген бірде-бір Жоқ. адам қалған жоқ есіңізде. Мысалы, мен ойлаймын, қазір енді жасымыз келді ғой, бұлай ойласаң, 4 баласы бардың үстіне кім байға тиеді вообще тегінде? Тисек, мен тимеді ме, миллион ақшаны ұстап отырып, мен 41 жасымда қалдым. Осы баладар үйінің ашылуына қарсы тұрған үшін мен күйеуіммен ажырасып кеткем. Ислам, сенің күйеуің болған кезде кім болғың келеді? Полиция боласың ба? Сен де полиция боласың ба? Сен
де полиция боласың? Сен қыз баласың ғой. Сен дәрігер болатын шығарсың. А? Даяғы. Қыз бала дәрігер, мұғалім боласың. Не себепкер болды осындай үй ашуға? Ашылу себепкері болғаны менің қолымда. Мен асхананы 93 жылы бірінші Алматыда үйді ашқан асханадамын. Асхананы мен үйді ашқам. Барахолка қасымызда болды, аэродромный көшесінде. Сол барахолканың келген бүткіл ұйғырлар, Қытайдан шыққан қазақ жігіттер бәрі менің қолымнан тамақ ішетін болды. Неге десеңіз, бұл бір ғана ислам асханасы болды. Қойды көзінше соямыз. Сол кездерде 7 қойдан, 8 қойдан біз шашлық жасайтымыз. Бір күнде мына қол деген көп болып ісіп кететін. Соншалық жұмыс істейтінбіз. Сол кездерде мен бір закат дейді. Мына ораза кезінде мысалға 10 миллион теңгеңіз болса, өзіңіздің соның несі бар, беретін. Закаты бар. Соны апаруға менің қолымда істейтін бір қазақ келіншек бар еді. Тек қана бір блюда шығаратын. Соғыз тұрып айтты, мен мына ақшаны қайда апарсам, бір жақсы жерге апарсам болатын еді деп сөйлеп едім. Апай, біздің үйдің қасында детдом бар. Қазақтың балалары көп деді. Мен сондай бір намыстанды, қалай қазақтың балалары көп? Неге қазақтың балалары ел бар, халық бар? Неге жетім, неге бұлар детдомда? Деп мен өзім бірінші рет бардым. Барған кезде мен ешқандай сөйлей алмай жылай бердім. Сөйтсем, көбінде бізден шығады екен ғой пәленің бәрі. Енді ана орыс ұлтының қалып тастаған баладар көбінәгі дауына, эпилепсия. Денсаулықтар дұрыс емес. Денсаулықтар дұрыс емес. Соның өзінде әке-шешелер келіп шылдап тұрады екен. Ана жерде жақсы не болған, мен медицина бар ғой, бәрбірде қасында. Содан мынаға қатты ренжідім. Мына біздің қара көздердің балаларына. Содан кейін Аншай Макашевна деген директор болған. Сол кісіге айтты, мен көмектесіп тұрайын. Қолымнан келгенше көмектесем. Деп Малбай деген жерден 50 гектар жер алдық. Жер алып, көкөніс ектік. Демек, көкөнісіміз берген, сәбізіміз, қызылшамыз, картофеліміз, бәрі 5 литр. Таза ғана табиғи жолмен жеткізіп отырдық. Содан бір детдомның сол жетім балалар үйдің 50 жылдығында мені бір телевизорда как генеральный спонсор ретінде көрсетіп қалды. Сол көрсетіп қалды, осы біздің демеушіміз деп сөйтіп. Содан бір-екі күннен кейін баладар дегенде әкеп тастады. Кезінде әкем марқұм айтатын, әй балам, ақшаң бар ғой. Сені бәрібір бай алмайды. Сенің мына характеріңмен бай шыдамайды саған. Сонда мінезің шатақ болған ғой. Шатақ. Еркек мінез. Шатақ, мен еркек мінезбен 4 қыздың ішінде жалғыз ұл сияқты болып өстім ғой. Оның кейін өзім мамам қайтыс болғанда қыздар менің ең үлкен менмін ғой. Үлкен әпкеміз Зайсанда қалды да, ол кісінің 5 баласы болды. Мен үйдегі үлкен қыз мен болдым. Мен 14 жастан жұмыстамын. На работе. Содан балам, сен бәрі бай алмайды. Сен 2 ұлмен 2 қыз асырабашы. Соны бағайықшы бала, мен өлгенше бір ертең ондағы не деп барасың десе, әкем мен еркек сияқты өскеннен кейін, ой, дада қызық екенсіз ғой, 4 баламын, мен 15 бала бағам десем, әкем марқұм, я Раббым Алла, осы баламның айтқан болсыншы, 15 баласы болсыншы, деп дұға жасады да марқұм жылап кетті. Жылап кетіп еді. Мен тұрып айттым, ей дада, неге жылады? 15 баланы бағатында мен күшім жоқ па, бағам мен не бопты? Деп сонда әкеле берді, тастай берді. Бір күні түсіме алқа, сырға нелер кіретті. Соны бір қасымызда аэродромныйда Гүл апа деп бір ұйғыр апа бар болады. Барып, қажапай, маған түсіме бұл не деп едім. Ой, бір қызды боласың деп түсіме. Адам мен байым жоқ, кімнен қызды болам мен деп сөйтсем. Ой, қыз болады. Есік алдыңа қарап жүр деп сөйтті. Вот ана далам не істейм, ол есік алдыңа қарап жүр. Ит бажылдайды, мен жүгіріп шығам. Сол күні үлкен қызыма топ-тура 6 жасқа толып, о жақ детдомнан келген балалар бір Құран бірдеңелерді үйреніп отырған кез болады. Қайта ит шырылдай берді, жүгіріп қапқанның артынан шықсам, мынандай ғана не? Қасымызда көршілер мал соятын. Мал сойып шек қарын шашлық балатын, біз жаққа ит сүйреп әкелетін. Мен сол екен деп итіп аяғымен теуіп жіберіппін. Теуіп жіберсем, баж ет бала жылап кетті. Сол көтеріп алып үйге кіргіздім, сол бала 15-ші бала соғыс болып шықты.
Ең 15-ші бала. Әкеме 15 бала бағамда да. Сен қызық екесің, ол не болып екі ұл екі қыз деген. Бізде ақша бар, бағам мен дегенде, амин дегенде сол кезде. Періштелер амин деген екен. Ол қызы қазір бой жеткен шығар? Иә, Турцияда оқиды оғыз, қазір үйде. 20 неше жаста қазір. Әмин апай, қазір енді біздің қоғамымызда, біздің елімізде жетімдердің, тастандылардың саны жыл сайын көбейіп келе жатыр. Өте көп. Я, халықтың жағдайы былай қарасаң жақсарып келе жатыр. Бірақ жетімдер, оның саны аз болған жоқ. Неліктен, оның тамыры неде? Себебі неде деп ойлайсыз? Мен енді оқымаған болсам да, өмірдегі бұлай қарағанда жетім балаларды біз жауып жатырмыз, детдомдарды жауып жатырмыз дейді. А жетімдерді қайда апарып жатсыздар онда? Олар қайда кетіп жатыр? Қазір сіз свалкаға барыңыз, ананшы құмыр жетім балалар жүрген. Әке ішіп кеткен, шеше ішіп кеткен, көбейеді, неге көбеймейді? Біз иман жоғалтып алдық. Біз ұят, намыс, ар деген жоғалтып алдық. Біз бұрын ертеңіміз кішкене ашылға ұят болады, жауып отырайық дейтіміз, қазір ондай жоқ. Қазір қарасаңыз, біз алысқа бармаңызшы. Қасында әкесі келе жатады, күйеуі келе жатады, ана екі қабат әйел деген, қарын деген мынандай. Сонда әкесіне не? Мына байыммен жатып едім, ішім осылай болып қалды деп. Біздің уақытымызда екі қабат екенімізді біздің әкелеріміз білмеген. Біз көрсетпейтін, ол ұят болатын. Қазір ұят жоқ болып кетті. Ар намыс жоқ болып кетті. Үлкен кемпірлер штаммен жүр. Кімге үлгі боламыз? Қай немереге, тоқта, тастандағы шағда не ласинаңды, ол ласина деген жалаңаш деген нәрсе. Бар жер шығып тұрса, бөксөз шығып тұрса, тоқта қызым деп айтуға, ол кемпір қалай айтады өздің штаммен жүрсе. Бәрі ашық тұрса, ол қалай ол немересіне өнеге болады. Өнеге болу үшін оның түрі, намазы, әдет ғұрпы бәрі басқадай болу керек. Былтыр тоқтап қалды ол мешіт. Себебі былтыр сол індеттен, карантиннің кезі бізде жұмысшылар көбісі Өзбекстанның кісілер салған. Соны індеттен неден ол мешіт тоқтап қалды бізде. Мешіт салу да оңай емес қой. Қанша шаршы метрді құрайды? 3000. 3000 шаршы метр. 1,5-2 мың адамға шақталған ғой, иә? Иә, 2,5 істей береді уже. Навестің асы сол жұма намазының кездерінде, сол тек қана ішінде сыйыспаса, астында оқи береді. Яғни асады да беруге де болады. Қазір құрылыс тоқтап тұр ғой? Қазір құрылыс тоқтап тұр. Бұл мешітке қаражат жағы қалай? Қаражат жағы сол бізде де не? Демеушілер? Жоқ, демеушілер жоқ. Сол елге шығып жатырмыз. Бір кісілер цемент әкеп береді. Өтініш жасайсыз ғой? Өтініш жасаймыз, бір кісілер не алып келеді, металл дейді. Енді қазір негізі жұмысшылар дайын дейді. Қазір сонда жұмысшылар да тегін жасай ма жұмысты? Жоқ, тегін жасамайды олар. Енді бір жеңілдікпен жасайтын шығар? Енді бұлай қарастырылады, осындай үлкен үй дегендей, Алланың үйі дегендей. Ана несін жоғар жағын кім жасады? Ең төбесін. Ең төбесін әдемі екен. Жеке нелер ғой. Мынау үсті медресе. Үсті медресе болады ғой? Медресе болады. Қанша балаға шақталған? Тегінде мен ойымда жерде көп. Большой медресе. Туалет қанша болса, сонша үсті. Міне. Сонда бұл медреседе тек қана перзенттің балалары оқи ма? Жоқ әлде кез келген? Осы маңайдағы балалар. Келіп оқи береді, иә? Оқи береді. Ана жағы кинозал болады, он тот запасной ход ненікі, ана пожарный. Вообще он не рассчитан был на медресе. Случайно я зимой Жоспарланған бетон, жоспарда жоқ. Бетон алып қалдым. Бетон алтынан құйып тастадым да. Всю зиму думала, елки-палки, бетоном залила. Не істеймін, а так было холодно. Бетонды алып, суық кезде алып, мынаның үстіне палатка жаптық. И жаңағы астына үлкен буржуйка кіргіздік. Соны 10 күн тапет еттік. 23 градус суық.
Сонда демнің арасында мына аппақ болып құрып кетті. Кім сабақ береді? Бұл бар енді ақыл тілдер болады ғой. Қазір әлбетте бұл жоқ, сабақты бергенде ақшасын мен төлеймін. Баладарға ақысыз болады. Мынау әйелдер жағы. Сонда сабақ бәрі тегін бола ма? Тегін болады. Бұл қай бөлме, қандай бөлме? Бұл әйелдердің бөлмесі. Әйел адамдарға арналған Әйел бөлме. адамдарға. Мынаның бәрі жабық болады. Бұл жердегі бір мешіттің кереметі әйелдерді ерлер көрмейді, ерлерді әйелдер көрмейді. Әйел даладан кіреді, машинасын мына жаққа қояды, машинамен келсе, осы жер жабық болады, осы жерге кіреді. Негізінен мына мешіттің жоспарын құрастырған кім? Өзіңіз шығар, өзіңіз. Дизайнер, Бұзылып архитектор. тұрады да менің жоспарым. Дизайнер, бұзылып. архитектор дегенді жалдаған емессіз. Бәрі бір в одном. Содан кейін бұның астына әйелдерге отдельно болғаннан кейін туалет. Туалет әйелдердің мысалы ана әйелдер мына жақта Мәдина кірген болса, чтобы ешкім көрмесін. Тегінде мешітке келген әйелдер еркектер по закону не должны видеть. Мынау әйелдер жақ. Мынау әйелдердің душ, туалеті, мына жерде ғұсыл дахарат алатын жер, мына жер айна болады. Өз қажеттіліктеріне арналған дейсіз ғой. Именно әйел затына. А мына жер, самый главный фишкасы мынау баладарға арналған комната. Мына жерде туалет болады баладарға. Туалет, душ болады мына жерде. Егер бала іштанына неғып қойса отырама. А мына жақта кухня болады. Амин апай, бір сұрақ. Күш қуат, жігер, шабыт қайдан аласыз? Алладан. Тек қана Алладан. Алладан. Халықтан жігер келмейді. Халықта сөз келеді. Мыналардың айнасына дейін дайын. Мына жер, мына жерден былай. Мынау кинозал балаларға. Мына жерде қазір детдомда зал тұр ғой. Точно такой зал болады. Здесь будет кино көрсетіледі только по исламу. Детские исламские мультфильмы очень много. Соларды көреді. Ислам жағынан сауаттылықтарына Сауат. Бір сағат шешесі намаз оқып болғанша, баласы рақат болып отырады. Үйдің сүтін ішеді. Ешкі ұстаймыз біз, ешкінің сүтін ішеді. Енді бөпелерге іш жерде салынбаған. Бір жерде бөпелерге салынған не жоқ. Апай, енді 26 жылдың ішінде қаншама жүздеген бала тәрбиелеп өсіріп шығардыңыз мына перзент үйінен. Сол балалар сізге келіп тұра ма? Жағдайыңызды сұрастырып дегендей мүмкін қол ұшын беретін шығар. Енді қазір өздері отбасылы болды, бала шағалы болды. Енді келіп тұратын баладар ол басқа. Отбасылы болғаннан кейін бұлар қайтсек те осы жерде бір қап болса да, бірдеңе болса да жейіп бер. Құрбан айтта мен берем. Сөз жоқ. Ал енді бұлай әрқашанда бере алмаймын. Әрине. Бала шағаларым бар, құдайға шүкір. Қазір мешіт салынып жатыр, рабочилар бар. Тауда мысалға мына жерде үлкен санаторий салынып жатыр. Бұл балалар үйі бірден ақша табу керек. Әрине, күнделікті. Күнделікті ақша шығу керек. Саумалы салынып жатыр, иншалла. Демек, ондай бір балалар енді келіп, Құдай тамақ бірдеңе бергенде шақырып аламыз. Бір тіршілік жұмыстар болғанда шақырып аламыз. Енді көбінде қаластой балаларымыз келеді. Әлі үйленбегендер. Үйленгендер шыға алмай қалады. Шыға алмай қалады. Ол қыздар бізден болмағаннан кейін не бар деп айтатын шығар мүмкін. Сол келе алмайтын біліп бізе шақырмаймыз. Қыздар, белые тарелки для лагмана. Монтидан барып алып шықты жүгір, ақ тарелкаден. 4-еу, 5-еу. Үйге кірсем, баяғыда бір Лида деген қызды мен баққам. Жақсы жолдарға салғам. Сол күйеуге тиіп, одан işte Германияға кетіп баған. Сол қыздыр есігінде алдында. Ой, мама мина деп. Әгіні құшақтан басып. Сондай, Лида, ақшаң бар ма? Десе, бар дейді. Қанша керек дейді. Сен байыңдан ақша тығушы едің, маған бір бер қанша бар. Сен $7,000 бар дейді. Қараңызшы, $7,000. Әгі $7,000 алып барып,
Алтын Ордадан түнде продукт автобусқа басып, фрукты, соқ моғын басып, 2 қойды түнде бартыр, бойына да кестіріп, сойғызып, баршалап бір холодильникті қатты қып, соның іште салдық та қайтадан барып, бір 7-8 күн үйінде біз үй көтеріп тастадық. Үйді көтеріп, сол үйіміз бар қазір. Сол үйіміз бар, бірақ бір жаман жері баладардың аштарада тұрғысы келмей қойды. Қазіргі кезде мына соңғы жылдары Қазақстаннан жетімдерді асырап алуға шетелдіктер өте қатты құлшыныс білдіріп жатыр. Олардың арасында бірінші орында ақш, екінші Ұлыбритания, үшінші Мексика. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Мен бала беруге қарсымын. Шетелге? Шетелге бүткіл қарсымын. Біздің өзімізді санымыз аз. Жеріміз үлкен, санымыз аз. Біз өзімізді көбейтуіміз керек. Қазір тағы осы сендер бір хабарларымды айтып, мына келіндерге айтып кетейін деп отыр. Бірдеңе болса, 5 бала таптым, 7 бала таптым, үкімет қайда қарап отыр. Біз неге таппадық, 5-тен 7-де миллион ақшада отырып. Бағаласың ба? Бала ойыншық па? Сен ол баланы үкімет үшін туасың ба? Өзің үшін тумайсың ба? Өзің үшін туғаны кейін, бірінші баланы сен туған болсаң, ол екінші халықтың баласы. Ол үкіметтің санына кіреді. Сенің үйіңдегі туған 5 балан үкіметтің санына кіреді. Қазақтың санына кіреді. Сен соған қандай тәлім тәрбие беріп жатсың? Қандай жолда келе жатырсың? Шетелдіктер енді балаларға жағдай жасайды, білім береді. Бізде мысалы жетімдерді алуға, асырауға құлшыныс білдіріп жатқан біздің қазақтардың, мұсылмандардың арасында адамдар өте аз ғой. Маған өте көп келеді. Не үшін келеді десең, Мадина? Бізде мысалы ауру баланы алмайды тәрбиеге. Шетелдіктер алады, оған қарамайды, емдейді, балаға қарайды. Бірақ мен қарсымын. Мүмкін сіздің пікіріңіз қате шығар, қалай? Жоқ, мен қателеспеймін. Неге десеңіз, егер біздің санымыз сондай көп, қазақтың саны үлкен болған болса, жеріміз кішкентай болса, ол кезде мен ойлайтын, мен пара берсін, қойшыдай болыпты, сыймай жатырмыз ғой деп. Неге біз өзіміз асырамаймыз? Неге біз өзіміз санымызды көбейтпейміз халқымызды? Неге оқытпаймыз? Сол оқу бізде бар ғой. Қазір оқу деп мына жердегі оқуға есептесеңіз, не ол оқу ма? Қазір мына 2 жылдан мына коронавируспен тупой болып шығатын болды ғой балалар. Ана таудың үстінде отырып, сотқа ұстамайды, бүйтіп отырған балаларды қайтеміз. Олар кім болады ертең? Ертең кімге ол билік айта алады? Өзі мынандай болып шықса. Амин апай, сіз өмірде өкінетін нәрсеңіз бар ма? Өкінетін нәрсем қалмады ғой деймін. Сонда да? Өкініп. Мысалы, бала баққаныма өкінбеймін. Біз жетімшілікті өте көп көрдік. Біз көп унижение көрдік. Мені жетім қыз деп жаратпайтын. Жігіттер менімен жүргісі келсе, алам деп үйіне барып айтса, ой, ол қыз ұйғыр тілін білмейді. Ол қыз тек қана қазақша сөйлейді. Ол қызды алу үшін тағана 3-4 сыңысы қосып алу керек. Дегендердің немересін бақтым мен. Сізде сыни пікірлер айтыла ма? Сынап па? Иә. Айтады. Оған көзқарасыңыз қандай? Қандай сындар айтады сізге? Ой, айта берсін де. Мән бермейсіз? Мән бермеймін. Қайсы бір сұрағыз, оған мән беріп отсам, тауда мал жатыр, мына жақта тіршілік бар, мына мешіт салынып жатыр, ол үйде отырып, бұнды шықалап отырған, оғатындар мен де қырылсам. Мен алып сатаға келген үлкен кісімін. Андай екен, мындай екен, бұл намаз деген не керек екен деп тіліңді шайдағанша, ана байыңның жағасын жұп, үйіңдегі бала шағаң соткыңды тастап, тамағын істеп, ана келген күйеуіңнің тамағын бер. Соның жағасын таза ұста. Сенде нең бар ем, менде нең бар? Мен саған не істеп қойдым? Не істемей қойдым ондай болса? Деп ренжеймін. Ол сынаққа мен көңіл ауыртпаймын бала. Менің тіршілігім көп. Ол итпен ит болып, онымен ұрысып, жырлысып, не керек? Орыста мақал бар емес пе? Собака лает, ветер оны носит. Тебе оттай берсін. Жүрме, жияна болсырды. Сұрадағы балдар. Тұрсығып сағаны қарсы шешек. Мысалы, кез келген продукт бірдеңе қабылдай бересіз ба? Ала берем. Ай, анамы сөзді шығар, берекемізді. Ана, дәрі судан мұндан әкет. Оу, аға, ай! Анамы сөздерді, жи анамы сөздерді бәр. Бәр сендер кәттіктер болды деген.
Al, mында кел таста. Мында таста. Гүл жақсы көрем. Мына гүлді көрдіңіз ба? Мына гүлді мен Бишкектен ұрлап алып келгем. Ұрлап? Гүлді ұрлау керек дейді ғой негізінде. Ұсталып қалғам таможды. Гүлді ұрлау керек дейді ғой негізінде. Тамождыда, иә. Өте керемет, өте әдемі. Бишкектен әкелгем. Мына гүлдерімді былтыр базарда сатып алғам. Мынау өзі сондай керемет. Мынаның ішінде... Осының бәріне қарайтын балалар ғой. Иә. Шәкірттеріңіз. Иә, мынаны көрдіңіз бе? Бір гүлдің ішінде, міне. И ағы да бар, сарысы да бар, қызылы да бар, бір кусты көздер. Аты қандай мына гүлдің? Оның аты кім біле, мен өзіңнің атыңды білесің бе деп сұрашы. Одан кейін мына жағын, мынаны үлкөйттікте, мына жаққа тамақ істейтін орын жасадық. Мынараны. Қазан ошақ дейсіз. Қазан ошақ, иә. Мен далада жұмыс тамақ істеген жақсы көріп. Иә, ол есімізде. Иә, мына ұсақтардың жататын ойнайтын жері. Ойнайды осы жерде. Балалар болып бәрі. Мынау моншамыз. Мынау моншаның сырты. Моншаның өзіңізде бар, иә? Сауна, үлкен сауна ішінде. Парилкасы, бәрі. Осы үйді алғанда соның ішінде болды ма? Жоқ, бәрі мен өзім салдым. Өзіңіз жасап мен ана үйді ғана алдым. тек Үйді ғана алдым, иә. Сол. Жақсы рақат балалар, рақат далада ойнайды. Мынау менің баяғыдағы әкемнен қалған кілем. Сақтап жүрсіз ғой әлі де. 78 жылдан бері. 78 Немецкий ковер. Бұла екеу, біреу мына жақта тұр. Мынау екінші. Мына жақта шай ішесіз. Екіншісі, иә, мына дастархан жауып қойыпты. Мына жерде кеште жаздың салқынымен дейсіз ғой. Балалармен, иә, кәді күн ыстық кезде. Біздің мына үйлерімізде салқын сондай керемет. Жақсы үйлер. Bismillahirrahmanirrahim. Өзіңіздің бір лағман жасағанда бір құпияңыз бар ма? Бар. Лағман дәмді болып шығу үшін не істеу керек? Ет көп болу керек, ет көп болу керек. Ет. Негізінде лағманға етті көп салмайды дейді. Иә. Рас па ол? Ұйғырлар көп шөп шалаңды көп салады дейді. Шөп шалаңды көп салады. Бізде бірақ сіз көбінде керісінше ет. қазақша жасайсыз, Қазақша, иә, қазақша. Дұрыс. Лағман ұйғырша, етіміз қазақша болып кетеді. Әлия қосып бер, от керек. Помидor бердіңдер, турадыңдар ма? Жан-жағға қараңдар. Компот құйып ақырдыңдар. Балалар тамақ жеп алды ма? Намазшы. Машалла. Кілем, Алия. Лағман, это не бешбармак. Самый хороший, да. Сізге не жеңіл пісіруге? Ет асасыз ба жоқ әлде? Лағман жеңіл дейсіз ғой. Үйренген тамақ қой. Сіз өзіңіз енді қазір өсіп келе жатқан ұрпақтарға, жас қыздарға қандай кеңес берер едіңіз? Ой. Аналық кеңес, әйел ретінде, көп балалы ана ретінде. Ана ретінде кеңес берсек, мысалы, ең алдымен бір тіршілікті жасақ алдында жастарымыз ойланса екен деймін. Кей уақытта жүрегің ауырып кетеді, осы жерге жетім балаларға деп студент қыздары келеді, тірі жалаңаш келеді. Тірі жалаңаш. Егер қыздар осы бер шығар кезде мені көз алдыларың есеп не қылдыңдар ба? Елестеттіңдер ма? Елестет, көріндер бе тоқта, анауға кімге кетіп барамыз? Мынау ой қабілеттің саясының таяздығынан деп айтады оны қазақша. Таяздығынан.
Ей, тоқта, бізде жас болғанбыз, бізде мас болғанбыз. Тоқта, біз бір жаққа кетіп бара жатсақ, киімімізді өзгертіп, түрлерімізді өзгертіп. Мысалы, бабам ашады үйде кетіп батқанда, жынсымызды кие сап, курткамызды кие сап, ұшып барып келетінбіз. Мәриям апаның үйіне кетіп бара жатқанда, бізді киіміміз өзгеретін, жаулықтарымыз өзгеретін. Қазір ондай жоқ. Жолда келе жатыр, кіре салдым. Сен демейді, бұл проходнойды орын ба? Жолда келе жатып кіре салады. Осындай жерге шығатын кезде кішкене сазар сана сезімді ойлап тоқта, ана мұсылман үй ғой. Ана жерде үлкен апа отыр ғой. Қазір сөйлейді ғой. Сол сөз маған ауыр тие ме жоқ па? Соны ойламайшы. Таяз. Просто жасап тастайды да бәрі. Содан жастарымыздың таяз ойлағаны, таяз мөлшерлейтіні сөздерлер қиын. Бұл бәрі өздеріне керек дүние. Маған керек емес. Мен десем тұрыс үйсіз келін мына жерге. Сондай бір не қылғанда қайнап кетесің. Ел бар, халық бар, жер десе жері бар. Олар бір ұйғыр емес, бір ана түріктер емес, біреудің өмір неменесте өмір сүріп атқан. Өзіңнің жері ғой, бағалау білу керек қой. Бүгін мен бір жерде қателесем, ертең сол үлкен дерт болып, ауыр болып шықпай ма? Деп соны ойламайды да. Bir günlük ömür ғана да. Келе жатыр еді. Оның себебі неде? Себебі неде? Санат сезім бәрінің түбіне келгенде. Рухани аштық. Рухани аштық жоқ. Рухани байлық жоқ бізде. Тамақ істей алмайтын. Мама бар кезде маған тамақ істетпейді, мен тек қана жұмыс істейтінмін, жұмысқа баратынмын. Еркек бала сияқты да, бір үйдің ер бала сияқты. Анандай кір жуу, тамақ істеу деген нәрсеге жолатпайды. Әйел адамның тіршілігін жасаған жоқсыз? Жасаған жоқпын. Мен ер бала сияқты, мен жұмыста, мен 14 жасымда жұмыстамын. Содан мебельныйда жұмыс істеймін, ауыр. Келем, жата қалам, кешкі сабағым бар, баратын еще вечерний мектепке. Сонан мама шешем қайтыс болғаннан кейін бізде ұйғырларда лағманды 40-на дейін үйде тартпайды. Өлімге жол деп. Зиратқа жол деп. Сол ырымдайды екен де сөйтіп жеуге болмайды деп. Сол 40-ны бердік, сол күні кеште тұрып әкем айтты. Ал енді балам лағман жасайық деді. Мен білмеймін, қақпаймын да. Содан бастадық лағманды. Үйретті, өзі көрсетті марқұм, көрсетті, бұнан былай істейсің, деп тартып, бәрін көрсетіп. Сон тағы бір апта болмай, бір 3 күннен кейін тағы лағман жейікші деді. Жасадым, әгі лағманды пісіріп едім, әгі мынандай болып кетті. Жуан. Видимо, тұзым ба бірдеңесін бұқтырып алдым. Сонан кейін, мынау сенің істеген лағманың ба деді. Иә дедім. Осы лағман деп жейміз ба, не деп айтамыз бұл? Бұл бауырсақтың бір түрі ме, не бұл деп сөйтті. Сон айтты, мен қолымнан келгенін істедім, мен маған немене қызық екенсіз қойдым. Лағманды аттан лақтырып жіберді, ба деді. Қайтадан үйретті. Соны үйретіп кеттік. Таяқты көп жедім. Енді қазір қыздарыңыз тез үйрене ме? Үйренеді. Жоқ, әлі уақыт керек болған. Уақыт керек. Жалқау болмаса болды, жалқау болмаса. Енді бұлар тегінде де үйінде шешелер үйрету керек. Шешелердің түрі анау, біреу тауда, біреу бауда. Қыз бала деген тамақты, бірінші тамақ, таза, үйді таза ұстау, баланы бәптеп бағу, соның бәрін білу керек қыз баладар. Ол керек, бұлардың өмірінде керек нәрсе. Ода қашып ешқайда құтыла алмайсың. Күйеуіңмен бір күн жейсің үкіметтің тамағын, 2 күн жейсің. Бас деген күйеу болса, айналайын, давай тамақ істей. Илюка, маман келсе кетесің ба? Неге? Неге? Кетпей. Неге жан?
Білем. Жоқмыз. Айбат бала болды, иә.